Қайырлы кеш қазақ елі. Міне күні кешеден 5 тамыздан бастап әлеуметтік желіде Жетісайда тойдың үстінде 66 жастағы сол тұрғынның айтқан сөзін қызу талқыланып жатыр. Бүкіл әлеуметтік желі екі топқа бөлінген, біреуі қолдайды, біреуі қолдамайды дегендей. Олардай шулап, соған тіпті президент әкімшілігінің бірінші орынбасары Ерлан Қарин мырза да өзінің ой пікірін Facebook парақшасына жазып қойған екен. Енді сол кісіні полиция өкілдері ұстап, изоляторға қойып, енді қылмыстық іс қозғап, ол жыл кеседі деп жатыр. Енді арғы уақыттың еншісінде жалпы осындай тойдың үстінде тілектің орнына жастарға еркек пен ұрғашы деп алабөтен айды аспаннан бірақ шығарып, бірге отырмау керек, музыканы харам деп, жалпы осындай діни уағыздарды тойдың үстінде айтып, айды аспанға бірақ шығарды. Өйткені біздің расында да діни сауатсыз адамдар арамызда өріп жүргендігі осының айғағы болса керек. Жалпы өзім 2005-тен бері осы той индустриясында асабалықты тізгін ұстап жүргеннен кейін осы той мен қазаның арасындағы келеңсіздіктер болып табылады. Бүгінгі тақырып енді қарап отырсаңыз, тойдағы айтылатын сөз, жалпы тамаданың өзінің қалай ұстаным керек деген сияқты мен талай жылдар бойы айтып келіп жатқан келеңсіздіктерді бірсыпырасын айта кетейін. Тойдың үстінде соңғы уақытта супер тамада болып атанған Теміртаулық біздің ініміз болып келеді. Сабыржан деген жігіттің жаңағы аузынан ақ ит кіріп көк ит шығып жатырғаны, жалпы жаңағы кішкентай балалар ойнап жүрсе, мынау дихлопос сеуіп жіберем, мыналарды өртеп жіберем, не болмаса әже қанша бала таптыңыз, 14 құрсақ көтердіңіз, бала туудан басқа немен шұғылдандыңыздар деп ана келіп мысқылдап мазақтап біреудің анасын ортаға шақырып алып, сен кім боп жақында тарады, істейсің, жұмыс қандай десе, мен пожарныймын десе, өрт көбейсін деген сияқты, сен кім боп істейсің, кәсіп, қандай кәсіп десе, шиномонтаж десе, ой сол да кәсіп па дейді, кезінде өзі шиномонтаж болып жұмыс істеген. Жалпы осындай ақшаға сатылып келген асабалардың не бос соны келген қонақтарын біреудің мазақтап, мысқылдап, келеп осы етек алып кеткендігі соншалықты, тіпті тойлардың басым көпшілігі осы Сабыржанның артынан еретін тағы да одан жасы кіші асабалар етек алып кеткендігі соншалықты қазір топты тойға барғымыз келмейді, расында айтайын. Бұл той әрине халықтың қазынасы деген сөздер, той қазақты бітпесін деген сияқты неше түрлі сандырақтаған сөздер, жалпы үйленіп жатқан екі жас туралы қазақтың керемет әңгіме дүкені, жалпы болып жатқан адамгершілік, отбасында құрғандағы мақсат, жаңа түскен келін судайсың тастай бату үшін қаншама керемет інжу маржан сөздер бар, толып жатыр. Енді үйленіп жатқан жігіттің қалай өзін ұстау керек, отбасы деген киелі қара шаңырақ деген секілді дүниелердің біреуі айтылмайды. Қанат сөздер, қазақ жалпы өзі шешен халық, мақалдатып, мәтелдетіп, қиыннан қиыстырып, ерданасы деп Хакім Абай айтқандай, керемет асабалық өнер деген бұл өнер алды қызыл тілеп қазақ бекер айтпаса керек. Осы тойдың үстіндегі айтылып жатқан сөздер, мен жуырда бір тойға бардым. Әлгі тамада деген Құдай сақтасын, бір клеткеден қашып кеткен арыстан секілді үш жігіт, үш қызды ортаға шақырып алды да, өзі бірінші былай билеңіздер деп үнді фильмдегідей билеп жатып, жүгіріп ана жаққа барады, жүгіріп мына жаққа барады, столдың үстінде секіреді, столдың үстіне шығып алып партаң әр жерін қимылдатады. Құдай сақтасын, қай жерде отырғанымыз білмей қалдық. Соң аң-таң солардың аузына қарап отырдық, музыканы бақыртып қойып, әртүрлі ұлттардың музыкасын қояды да бақыртып, сөйтіп жаңағы диджейді келіп сілкілеп, айналдырып, оны сальто лақтырып, не көрсетіп жатыр. Бұл сол жерде отырған жасы үлкен кісілер, ата әжелер отыр, орта жастағы біздер секілділер отыр, кішкентай балдар жүгіріп жүр, онысына қарап жатқан ол жоқ. Сол балаға 1 миллион торғайдың жігіт екен, Қостанай облысы, сол жақтан шақыртып осы жерге бір той жасады. Анаға мен 1 тиын бермес едім, өкінішке қарай. Ал өйткені ол жерде мәдениет, әдебиет, салмақты, сен тойға келіп отқан қаншама әртүрлі мамандық иелері келіп отыр, астарлап, абайлап, әркімнің көңіліне қарап сөйлеу деген мүлдем ондай жоқ. Әлгі жігіттің дөрекілігі,
әркімге нұқып сөйлеу, мазақтау, келемеждеп әжуалау, үйдің иесіне тап беріп, мына кісі сөйлей ала ма, сөйлей алмай ма деген секілді, осы Сабыржанның стилімен той жүргізсе мен керемет жүргізем деп ойлай ма? Таң қалам, жағам ұстадым, мынау баланыға осындайда тамада болады екен ау деп жағам ұстағаным бар. Сол секілді осылай етек алып кетті. Тамада деген ол асаба тойды басқарып тізгін ұстаған адам деген мәдениетті болу керек. Сыпайы, әр адамға сөйлегенде майдан қыл суырғандай, қара қылды қақ жарып, отауызды орақ тілді бабалардың ізімен сананың он ұрып майдан қыл суырғандай сөйлеген ата бабамыз. Солай мәдениетті сақтау керек қой, әр адамға құрметпен қарау керек. Сол үйдің иесі сені мына Сабыржанға 1,5 миллион теңге беріп талғамы жоқ осындай адамдардыға біздің халқымыздың өзі талғамы болмақсыздар. Қазақстанға танымалы кісілер көп деген жаңа Туканың өзі Алдараспанның басшысы. Сол Сабыржан шақырды. Мұхамеджан Тазабековті, ана Тараздағы бір молда жігіт Ерғали ма, ол да осы Сабыржан шақырып жатыр. Ол Сабыржанда түк жоқ. Сабыржан секілділер жамандаған емес. Осындайлар елімізде қаптап кетті. Кілең бай бағландар сол Сабыржаннан 10 жылдың атырапында ютубта көрініп тұр ғой, не айтып жатқандығы. Ешқандай мәдениетке сай келмейді. Жындыхананың әңгімесін айтады. Ана жерде енді түсіп атқан келіннің ол елге қалай сіңу керек екендігін, отбасы деген не, қара шаңырақ деп нені айтады. Керемет дүниелер толып жатыр ғой қазақтың. Өкінішке қарай біздің жаңа той томалағымызды қадағалау керек. Той индустриясы ақша шашуға бағытталған болып табылады. Енді Қаралы Қазаға келетін болсақ, жуырда бір кісі қайтыс болды, 500 адам келді, 450-і ассалату жаназа деген кезде, ана молда Жақып деген бауырымыз айтып жатыр. Бір кезде тұрыңыздар, сапқа тұрыңыздар десем, әлгілер тұрғысы келмейді. Артында біреу ан жаққа барып телефон шұқылап тұр, біреуі артына қарап тұр, қолына қалтасына салып алған. Мына жаназа намазға тұрып алыңыздар, сап түзеңіздер десем, бізде дәрет жоқ дейді. Дәрет жоқ болса да тұрыңыз, сонша жерден келдіңіз ғой енді. Бір Құдай өзі кешірер, ке тұрыңыз десем, тұрғысы келмейді. Жарайды деп сөйтіп атқан кезімде мына жағыма қарасам, еркектер тұрған жерге 4 әже таяққа сүйенген келе жатыр. Мен айттым, әже кешіресіз, айналайын жаным, бұл жер жаназаға еркектер ғана қатысады, сіздер ар жаққа барып тұрыңыздар десем, маған орыс тілінде кто ты такой, иди отсюда деп маған бағынғысы келмейді. Жағам ұстадым, әже, сосын сол үйдің қыздарын айттым, айналайын, мына 4 әжені алып кетіңіздер ар жаққа, әйелдер тұрған жаққа деп. Кейін өзіме, пендеміз ғой бәріміз, ой келді, сонда біздің қазақ мұсылманмыз, әлімсақтан деп жүрген, олардың тірлігі мұсылмандыққа жатпайды, не христиандыққа жатпайды. Бұл сонда қалай кім болдық біз сонда деген келеңсіздіктерді айтып отырмын, өзімнің көзіммен көрген дүниені. Осындай секілді, сосын тағы бір асты жүргізіп тізгін ұстаған кезінде бір жан досы бар, Алматыдан келген, сол кісімен бірге оқыған, Алматыда жүрген, 60-тың 8-іне келді, міне ағамыз қайтыс болды. Сол кісіге бірінші сұрақ, сөз бер деді. Жарайды деп сол кісіге сөз берген кезімде ана кісі тұрып та, бала күннен бірге өсіп едік, ол кісімен мектеп, жоғарғы оқу орнын оқыдық, балалық балғын шағымыз өтті, бір нанды бөліп жедік деп айтып келді да, мен Алматыда тұрам, бұл кісі Астанада көшіп кетті кейін. Сөйтіп Алматыға келсе, мен оны қыдыртам, ары бері алып жүрем. Астанаға келген кезде ол кісі мені күтіп алып, әуежайдан, вокзал пойыздан күтіп алып, балыққа апарады, анда-мында апарады, кейін Моншаға барып шаршағасын шомыламыз, сол саунаға қыздар шақырамыз деп айдаспаннан бірақ шығарды. Әне жерде отырған адамдар аң-таң болды. Мен жағамды ұстадым, Құдай-ау, не айтып кетті. Әне жерде ол кісінің ұлдары, қыздары отыр, келіндері отыр. Мына сөзді ана кісі байқамай айтып қалды ма, әйтеуір осындай сөзді жағамды ұстадым. Одан кейін тағы бір мейрамханада бір ас өтті. Осындай дүниелерді бір кісіге жаңағы микрофон беріп едім, ол кісі тұрды да, бата қайырыңыз десем, мен әлі 75-темін, мен әлі жап-жаспын, ана кісі 80-де, содан бата ал дейді. Жасы 60 талқымдаған 70-тен асқан кісілер батаның орнына тілек айтып кетеді. Бата білмейді бата қайыруды. Өкінішке қарай. Үйреніп алыңыздар, құрметті жамағат, тыңдап отқан адамдар. Бата ол басқа, тілек басқа. Сондықтан бір бейнетаспа көрсетеміз деді. Бір қазақтың келіншегі жаңа түрікке тиген екен.
сол түрік қайтыс болды. Сол кісінің бейнетаспасын қосып жіберді, 10 минут деді. 10 минуттың ішінде тек қана жаңағы пляжда və әрлік жерде трусимен, ішкі лыпасымен демалған жерлеріндегі суреттерді көрсетті ана жерде. Мешіттің ішінде. Жағам ұстадым осындайларды. Бұны неге айтып отырмын? Мына қоғамда тазалауымыз керек. Мына қоғам ауру қоғам. Бұл жерде тойда болсын, асқа болсын, барған кезде дайындалып барыңыз. Тойда жарайды, емін-еркін тойда күліп ойнап отырса болады. Бірақ қаралы қазада біреудің әкесі, біреудің шешесі қайтыс болған кезде еш сезім жоқ, сезімтал. Қай жерде отырғанын білмейді. Күбірлесіп, сөйлесіп отырады. Кейде тарқылдап күліп отырады. Не болмаса соңына қарай шай ішіп отқанда пакеттерді пышырлатып неғып отырады. Кешіресіздер, құрметті ағайындар, көкірек көзіңізді ашыңыз, жан-жағыңа қараңыз, қай жерде отқаныңызды өзіңізге назар аударыңыз. Тойға болсын, асқа болсын, сөз етін кезде, тілек берген кезде ойланып сөйлеңіз, дайындалып барыңыз. Мен мынадан кейін мынаны айтам деп. Әйтпесе тойдың шырқын бұзасыз. Жаңағы Жетісайдағы ақсақал секілді аузыңыздан авария болып түрмеге қамаласыз. Сондықтан әрбір сөзі 10 бәленің 9-ы тілден туған, шешенде топ ішінде тілін болған, бір адам қателесіп сөз сөйлесе, 1001 пәле жабылып соны қуған дейді Балқыбазар бабам. Сондықтан әрбір сөз шыққан аузыңыздан ойланып сөйлеп, 7 рет өлшеп 1 рет кескен дана қазақ. Сондықтан бал тамған ауыздан у да тамады. Сондықтан абайлап, астарлап, біреудің көңіліне тиместей, адамның көңілі бір атым насыбайдан қалады дейді. Ойланып сөйлеңіз әрбір сөзіңізді. Мына жуырда мен Серікбол Сайлаубек деген бауырымыз үнемі көзілдірік киіп жүреді. Неге деп Нұрекең сұрап жатыр, Нұржігіт. Сонда кісінің әкесі 4 қыз тапқан екен. Сонда Құдайдан жалбарынып дастархан басында қолын жайып, Алла маған ұл бере көр, соқыр ұл болса да бере көр деп, бір көзім сол туылғаннан соқыр болдым. Сондықтан көзілдірік киіп жүрем деп айтты. Бұл насихат не үшін? Ол дұрыс сөйлемеуден. Ойланып сөйлеңіздер, құрметті тыңдаушы менің оқырмандарым. Ұнаса лайк басыңыз, пікір жазыңыз. Көріскенше күн жақсы, сау, саламат болыңыздар.